Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Келіп жеткен мейрамдарыңыз қайырлы құтты болсын. Бүгін біз қайран күндер кешегі қоштасудың қиын-ай деген әнді таңдадық. Бізге түскен тапсырыстардың бірі. Енді осыдан бастап сол тапсырыстармен жұмыс жасаймыз. Алла жазса, мүмкіндікке қарай. Домбыраларыңызды қолыңызға алыңыз кәне. Қолыңызда домбыра болса, кеттік, кірістік, үйренейік. Жалпы ән осылай, мен жаңағындай оңай нұсқасымен үйретем. Бірден үйреніп кетесіздер, оңай негізі. Бар жоғы мен айтқанымды қайталап жасасаңдар, оңай. Қағыс әдеттегідей, Шәмші Қалдаяқовтың қағысы. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне осы қағыс жүріп отырады бүкіл жерде. Осы қағыс, Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі, көрген түсті көңілден қалайша көшеді. Бақытыма балаған, жарға лайық санаған, жан серігім жалғанда, сенедің қалаған. Осылай кете береді енді. Бейне түнге қарай, кешке қарай жазылып жатыр. Айғаламай қойын, айғалап айтпай қойын. Бірден үйретуге кірісейік. Кеттік. Ұстайсыздар біріншілеріне де. Қағыс қалай кетеді міне. Осы қағыс қайран күндер, байқадыңыздар, екі рет жасалады екен. Осы секіртпелі біздің қағысымыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне, төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне осы қағысымыз бізде екі рет қағылады. Жалпы общий сол қағысты біз секіртпелі алға айтқанбыз, бас кезінде міне. Екі рет жасалды. Қайран күндер. Сосын ашамыз. Ашқан қалпы бір рет жасаймыз сол секіртпеліні міне. Сосын бір, екі ұстайсыздар. Бұған төмен жоғары қағылады. Қосқанда осылай болады. Жоқ. Ашқан қалпы бір рет жасамаймыз, шатасы батырмын. Бұған ашқанда бір төмен, төмен жоғары жасалады міне. Сосын оның жалғасы бар, сол секіртпелінің. Бұл бір, сосын екі үстіңгі. Осымен толық болып саналады жаңа қағыс. Міне. Кейін бірді бас бармақпен ұстайсыздар. Бұған келгенде жаңағы қағысымыз толық қағылады. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, Қайран күндер кешегі жасалды. Әрі қарай екінші сөзі сайран күндер кешегі. Осы жерде тұрасыздар, біткен жерде. Екі рет жасалады қағысымыз. Жаңағы секіртпелі қағысымыз. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары қағысымыз екі рет жасалады. Бір рет жасадық, екі рет жасадық. Сосын ашасыздар. Ашқан кезде де асты бірде тұрады осы. Ашқан кезде де тағы да сол екі рет жасалады екен. Соны оңай, сайран күндер кешегі. Міне оңай. Әрі қарай. Көрген түсте көңілден деген жер. Осылай еді. Оңай нұсқасы, қараңыздар. Осы қалпында бірде тұрып, төмен, төмен жоғары қағылады міне. Одан кейін қағыс үстіңгі екінші перне қосылады. Осылай болады сонда. Екінші перне қосылғанда төмен жоғары қағылады міне. Қосылды.
төмен жоғары. Сосын одан кейін қайрадан бірге келеміз. Сосын келесі қағысында осылай болады. Қайрадан бірге келгенде тағы да сол қағыс жасалады. Төмен жоғары. Сосын үстіңгі үшінші пернені ұстаймыз. Асты бірде тұра береді, оған төмен жоғары кетеді. Сонда көрген түстей осылай бер. Көрген түстей или болмаса осылай ең оңай нұсқа осылай. Оны қолды жыбырлатқанша бұлай ойренейік. Көрген түстей осы жақсы. Осы қалпында тұрып міне. Бір рет жасайсыздар. Көрген бір рет жасайсыздар, осы қалпында тұрып, бірде ұстап. Одан кейін үстіңгі үшті қосасыздар келесі қағысына. Бұған жаңағы сол қағыс, секіртпелі қағысымыз толық жасалады. Көрген түстей жасалды, үшті қостық. Сосын 2, 4. Осы қалпында секіртпелі қағысымызды 2 рет жасаймыз. Көрген түстей көңілден. Енді қалайша көшеді деген жері бұл бір бас бармақ. Екеуі бірде тұрады бірінші пернеде. Қалайша көше. Осы жерде тағы да 2 рет жасаймыз. Бірге ұстадық қой бас бармақпен бірінші пернеде. Енді сол жерде 2 рет жаңағы қағысымыз жасалады. Яғни секіртпелі қағысымыз. Қап мынау қалайша көше. Сосын қайырдан одан кейін 1, сосын 2-ні ұстайсыздар. Бұған 1 рет жасаймыз секіртпелі қағысымызды, яғни төмен жоғары. 1 рет жасағаннан кейін қайырдан бас бармақпен кеп бірге ұстаймыз. Тағы да 1 рет. Оған 1 рет. Сонда міне осының алдындағысын қосқанда қалайша көшеді. Сол қалайша көшеді деген жер ойналып жатыр. Енді бұл бізде бірінші шумақ ойналды. Енді бізде екінші шумақ бар ғой. Екінші шумақты не істейміз дегенде ешқандай қиналатын нәрсе емес. Екінші шумағы дәл сол бірінші шумағының әуенін қайталап ойнаймыз. Бақытыма балаған. Өйткені әуен сол бір. Оған біз қайрадан үйретіп жатпаймыз. Соны қайталайсыздар. Бақытыма балаған, жарға лайық санаған, жан серігім жалғанда, сені қалаған. Жасалды міне. Енді қайырмасы. Деп бұл жаққа толығымен досконально көрсетіп жатпаймын. Өйткені бұл оңай версия. Кішкене аккордқа қарай жақын жер. Сондықтан да әрбір нотасын теріп, бұған қол жүгіртпейсіздер. Оңай. Ең бастысы айтып отқан әуеніңіз дұрыс болса болды. Мұна аккорд ұстап тұрады. Ұстайсыздар 9, үсті 6. Төмен жоғары қағылады. Төмен жоғары. Сосын 6-ны ұстап, төмен жоғары қағамыз. Қосасыздар. Міне осы ойнаған жеріміз бізде 2 рет жасалады екен. Ары қарай. Осы 9-а тұрып, толығымен ана секіртпелі қағыс жасайсыздар. Кейін асты 8-ге барады, толығымен секіртпелі қағыс жасалады. Осымен бізде бірінші қайырмасының бірінші алғаш сөзі ойналып бітеді. Қимадым. Жасадық. Ары қарай біткен жерден бастайсыздар. 8-де ұстайсыздар. Осы жерде 4 төмен, сосын жоғарыға қалады. Төмен, жоғары. Осылай болады. Кейін 6-ға келіп, бұған төмен жоғары қағамыз. Қостық. Ары қарай асты 5-те тұрады. Бұған төмен жоғары. Сосын қайрадан 6-ға барып, төмен жоғары болады.
осылай болады қосқанда. Енді общий барлығын осы қоссақ. Енді кейін одан кейін асты 8-де тұрады, толығымен жаңа секіртпеліні ойнаймыз, е? Ойнадық, сосын асты 6-ға барады. Оғанда толығымен ойнайсыздар. Міне. Қинадың-ау, қинадың деген жер, е? Қинадың-ау, қинадың. Е? Ары қарай. Енді бірінші, екінші жолы ойналды қайырмасының. Қалған үшінші, төртінші жолы гүл орнына қаймадың, саған мен мұң сыйладым деген екінші жолы сол бірінші, екінші жолын әуенін қайталайды. Оны мен көрсетпей, үйретпей қойын. Дәл сол жаңағы екі қайырма, үйренген қайырманы ойнай саласыздар. Гүл орнына қайтейін, саған мен мұң сыйладым. Әрі қарай бердің қиылай деген жерде, осы жерде мен екіде тұрып, екі үстіңгі 4 қағастыр. Үш рет қағастыр, е? Біздің өзіміздің секіртпелі қағасымызды 3 рет қағамыз. 1 рет, 2 рет, 3 рет, қосқанда. Кейін бірге келестір. Оған 1 рет қағастыр. Сонда не деген мағына шығады дейсіздер, ой? Ол бұл кездегі сөз мынандай, қарай бердің қиылай. Әрі қарай қоштасудың қиынай. Енді қоштасудың қиынай деген жері сол біткен жерде бірде тұрасыздар. Қағастыр. Қағастыр, төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Осылай болады. Сосын ашастыр, оған төмен, жоғары. Қосасыр. Қостық, төмен, төмен, жоғары қыседі. Сосын ашқанда төмен, жоғары істедіге. Осылай болады. Одан кейін 1, үстіңгі 2. Бұған 1 мен 2-ні ұстайсыздар. Бұған төмен, төмен, жоғары. Қайрадан ашамыз. Төмен, жоғары кетеді. Қосасыздар. Оны общин қоссақ. Осылай болады. Кейін 1, 3. Толығымен бірледі ойналады. Жаңа қағыз. Жалпы түсініп атқан шығарсыздар, қай жер бұл? Қоштасудың. Сосын қиынай деген жері асты 2, үсті 4. Толық ойналады. Жаңағы секіртпелі қағызымыз. Сонда бұлай болады. Осылай болады. Оның алдында барлығын қосатын болсақ. Осы кетті. Қоштасудың қиынай, міне. Қоштасудың қиынай. Енді қиынай деген жер. Осы біткен жерден 2, 4 ұстайсыздар. Толығымен бірлет секіртпені ойнаймыз. Яғни төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Толығымен ойнайсыздар. Сосын бірге келесіздер. Бұған да толығымен ойнайсыздар. Қиынай. Соңғы қиынай қалды. Бұл бас бармақпен ұстап бірді. Бірлет ойнайсыз. Бірлет. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Сосын ашамызды. Най. Бұғанда бірлет жасалады. Сонда бұлай болады. Қиынай. Енді соңында 2 рет жасайсыздар. Енді бірлет емес, 2 рет жасайсыздар. Қиынай. Бірлет. 2 рет міне. Сол қағысты, осымен бізде осы әннің бейне сабағы аяқталады. Енді мен басынан бастап тағы да бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Қараңыздар.
Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі, көрген түсте көңілден қалайша көшеді. Бақытыма балаған, жарға лайық санаған, жан серігін жалғанда сенің қалаған. Жалпы мынау соңғы жерінде қалайша көшеді, болмаса сен едің қалаған деген жерінде аккорд негізі басқаша кетеді. Бірақ бізде мынау бірінші дауыста ондай мүмкіндік жоқ соны көрсетуге. Сондықтан да бұл әнде екі домбыраға арналған екінші дауысы бар. Егер сіздерге керек болып жатса екінші дауыс, онда жазыңыздар комментке, мен міндетті түрде Алла жазса жазсаңыздар шығарамын. Бұл екінші дауыс былай кетеді. Бұл екінші дауыс нағыз бізге дұрыс аккордын береді міне. На, қалайша көшеді. Міне осылай кету керек. Негізі дұрыс осылай кету керек. Бірақ бізде мұнда ол мүмкіндік жоқ, жасалмайды, өйткені соңғы шектер болып тұр міне. Сосын бақытыма балаған, жарға лайық санаған, жан серігім жалғандай, сен едің қалаған. Міне, дұрыс аккорд осы міне. Енді қайырмасын бітірдік, куплетін бітірдік, енді қайырмасын. Қия алмадым, қимадым, қинадым, ау қинадым, гүл орнына қайтейін, саған мен мұң сыйладым, қарай бердің қиялай, қоштасудан қиянай, 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 қарай бердің. Қайырмасы жаңағы соңғы екі жолы қайталанады. Қарай бердің қиялай, қоштасудың қиянай, қиянай, қиянай. Кетеді қарай. Осымен сабақ аяқталды достар. Егер екінші дауыс сіздерге керек болса, комментке жазыңыздар, мүмкіндікке қарай шығарамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум.